Баршаңызға сәлем. Бүгінгі сабақта біздер мәселе есептер туралы өтетін боламыз. Жалпы мәселе есеп дегеніміз ол белгілі бір шартқа байланысты белгісіз айнымалыны табу керек есептер. Оның жалпы 4 түрі бар. Бірінші түрі арифметикалық амалдардың компоненттерінің өзара тәуелділігіне байланысты есептер. Екіншісі жұмыс және жұмыс өнімділігіне байланысты есептер. Үшіншісі қозғалысқа байланысты есептер. Және төртіншісі ол концентрация және пайыздық құрамы деген секілді түрлер бар. Ал бүгін арифметикалық амалдардың компоненттерінің өзара тәуелділігіне байланысты есептер туралы өтеміз. Мысалы келтірейік. Мысалы 3 санның біріншісі 25,6-ға және ол үшеуінің қосындысының 0,4-ін, ал екіншісі 0,2-ін құрайды. Екінші және үшінші санды табыңыз. Бұл жерде яғни 3 сан берілген, оны А, В және С деп белгілейміз. Бұл жерде А белгілі, ол 25,6-ға тең. Және 25,6-мыз біздің A'мыз тең 3 санның қосындысы А қосылған В қосылған С көбейтілген 0,4. Осы жерден А қосылған В қосылған С-мыз ол 64-ке тең. Ал В дегеніміз ол екінші сан, ол 0,2-ін құрайды дейді. Яғни 0,2 көбейтілген А қосылған В қосылған С. Осы жерден 0,2-ні 64-ке көбейтсек 12,8 аламыз. Ал С дегеніміз ол үшеуінің қосындысынан А мен В-ның қосындысын алсақ табамыз. Яғни 64-ті А қосылған В-ға аламыз. Осы жерден А қосылған В дегеніміз ол 25,6 мен 12,8-дің қосындысы ол 38,4-ке тең. Яғни 64-ті 38,4-тен алатын болсақ, онда 25,6 шығады. Яғни біздің А-мыз 25,6, В-мыз 12,8 және С-мыз 25,6-ға тең. Екінші мысал. Екі таңбалы санның цифрларының қосындысы 12-ге тең. Егер ізделінді санға 36-ны қосса, онда ізделінді санның цифрлары керісінше жазылған санды аламыз. Осы санды табыңыз. Яғни екі таңбалы санды біз А, В деп белгілейік. Бұл жерде А мен В цифрлары ол 0-ден 9-ға дейін сандардан тұрады. Осы жерден А, В дегеніміз ол 10 көбейтілген А қосылған В. Не үшін олай? Мысалы беріп көрейік. Мысалы А-мыз біздің. Мысалы 23 деген санды алайық. Бұл жерде А 2-ке тең және В деген 3-ке тең. Осы жерден 23 табатын болсақ, онда 2-ні 10-ға көбейтіп, оны 3-ке қосуымыз керек. Яғни А көбейтілген 10 қосылған В. 23. Сол үшін осы формуланы қолданып тұрық. Ал енді бұны келтіріп тастайық. Енді табамыз. Есептің шарты бойынша цифрлардың қосындысы 12-ге тең. Яғни А қосылған В тең 12. Және сол санға 36-ны қосқанда цифрлардың керісінше орналасқаны шығады. Яғни А, В-ны 36-ға қосқанда тең В, А-ға. Осы жерден А, В-ның орнына 10 көбейтілген А қосылған В-ны қоямыз. Яғни 10 көбейтілген А қосылған В қосылған 36 тең керісінше жазылғаны 10 В қосылған А. Осы жерден А қосылған В-мыз 12-ке және А азайтылған В-мыз -4-ке тең екен. Бұл жүйені табу қиын емес деп ойлаймын. Екеуін қосып жіберсек болады. Яғни қосып жіберсек, онда 2А тең 8. Осы жерден А-мыз біздің 4-ке тең. Екеуінің біреуінің орнына А-ны қоямыз. Біріншісіне қойып көрейік. 4 қосылған В тең 12. Осы жерден В-мыз 8-ге тең. Яғни біздің А, В-мыз 48 деген санды алдық. Келесі мысал. Егер бірінші сан екінші санның 80%-ын құраса, ал екінші сан үшіншісімен 0,15, 0,145 қатынаста болса, және біріншісімен үшінші санның қосындысы екіншіден 70-ке артық болса, 3 санды табыңыз дейді. Ал енді жазып көрейік. Ең алдымен 3 санды А, В және С деген әріптермен белгілейміз.
яғни бірінші сан А-ға, екінші сан В-ға және үшінші сан С-ға тең. Бірінші сан А тең екінші санның 80%-ын құрайды. Ол дегеніміз 0,18 көбейтілген В-ға тең. Ал екінші сан мен үшінші санның қатынасы 0,15 пен 0,145-ің қатынасына тең. Ол дегеніміз В бөлінген С тең 0,15 бөлінген 0,145. Және бірінші мен үшінші санның қосындысы екіншіден 70-ке артық. Ол дегеніміз А қосылған С тең В қосылған 70. Осы жерден А-ны біз 0,18-ді бөлшек ретінде жазайық. Ол 10-8, яғни екеуі қысқарып кетіп 5-4 шығады. Яғни 5-4 көбейтілген В. Бұл қатынастардан С-ны табайық, себебі В-ны 12 деп аламыз. Бұл жерден С-ны табатын болсақ, 0,15 пен жалпы 0,145-ті бөлейік. Ол дегеніміз 10-5 пен 45-те 100-дің көбейтіндісі. Екеуі қысқарып кетіп 9-дан 10 шығады. Осы жерден С-ны табатын болсақ, онда 9В бөлінген 10-ға тең. Ал енді орындарына қойық. А-ның орнына 4В бөлінген 5-ті, С-ның орнына 9В бөлінген 10-ды қоямыз. Осының барлығы В қосылған 70-ке тең. Бұл жерде ортақ бөлім келтіреміз. 10 болады. Яғни 8В қосылған 9В тең 10 көбейтілген В қосылған 70. Осы жақшаны ашсақ, онда 10В қосылған 700. 8В-ға 9В-ны қосатын болсақ, 17В шығады. 17В тең 10В қосылған 700. В-ны теңдіктің бер жағына әкелеміз. Минус 10В келеді. Яғни 7В тең 700. Осы жерден В-мыз біздің 100-ге тең. Ал енді орындарына қойып, А-ны және С-ны табамыз. А бізде 80-ге тең, және С 90-ға тең. Мысалдарды жалғастырайық. Екі санның квадраттарының қосындысының 3 есесі 39-ға тең. Ал квадраттарының айырымы 5-ке тең. Осы сандарды табыңыз. Бұл жерде екі сан бар. Оны X және Y деп белгілеп алайық. Есептің берілгені бойынша X квадрат пен Y квадраттың қосындысының 3 есесі 39-ға тең екен. Яғни 3 көбейтілген X квадрат қосылған Y квадрат тең 39. Және X квадрат азайтылған Y квадрат тең 5-ке. Осы жерден X квадрат қосылған Y квадратымыз 13-ке тең. Және бұл жүйені шешеміз. X пен Y-ті табу үшін бір-біріне қосып жіберсек болады. Яғни бұл жерде 2X квадрат тең 18. X квадратымыз 9-ға тең болады. Ал X-міз түбірасты 9, яғни плюс-минус 3-ке тең. Осы жерден Y-ті өрнектеп аламыз. 9 қосылған Y квадрат тең 13-ке. Y квадрат тең 9-ды теңдіктің ар жағына шығарғанда минус 9 болып барады. 13-тен 9 алғанда 4 шығады. Яғни Y квадратымыз 4-ке тең, ал Y-міз түбірасты 4-ке тең. Ол дегеніміз плюс-минус 2-ке тең. Есептің шарты бойынша ізделінді сандар 10 болғандықтан, шыққан жауаптардан теріс мәндерді алып тастаймыз. Яғни шешуі 3 пен 2 болады. Ал енді мына есепті өзіңіз шығарып көріңіз. Тізбектес 3 жұп сан қосындысы 30-ға тең. Ортаңғы санды тапыңыз. Яғни тізбектес 3 сан берілген, үшеуі жұп сан. Оны X қосылған 2, және X қосылған 4 деп аламыз. Есептің шарты бойынша осы үшеуінің қосындысы 30-ға тең. Яғни X қосылған 2 қосылған X қосылған 4 тең 30. Осы жерден 3X қосылған 6 тең 30. X-міз 8-ге тең. Яғни ортаңғы сан ол X қосылған 2, 8-ге 2 қосқанда 10 шығады. Осымен сабағымыз аяқталды. Назарларыңызға рахмет. Сау болыңыздар. Видеоны көріп болған соң видеоның астындағы есептерді шығарып өздерінің нәтижелерін тексеріңіздер. Intense Maths онлайн курс сіздермен бірге математиканы бірге үйренейік.